Әруаққа табыну мен оны сыйлап, оған тәуәссүл ету екеуі бөлек нәрсе. Я Ахмет Яссауи менің малым жоғалып кетті, менің малым тауып бер десе, бұл ширк болады. Я Раббым, Ахмет Яссауидің құрметіне маған малымды тауып бер десе, бұл ширктікте, күпірлікте айыпталмайды. Орбұлақ шайқасын алып қарайтын болсаң, 50 мың әскерге 600 әскермен қарсы шығу дейтіннің өзі ақылға сыймайды негізі. Стамбулдың уақытымен намаз оқып жүрген бауырларымыз. Ана орыс деген зеңбірекпен, мылтықпен келсе, қазақ әлі садақпен айқайлап жүр. Жәңгір ханның өзі 3 әйелі болған болса, оның сүйікті әйелі Фатима. Фатима неге сүйікті әйел болды? Ол оқыған әйел болды. Французша бір жаңалықты оқып алып, ол әйелін айтайын десе, ол әйел түсінбейді. Өмірі ауылдан шықпаған. Құбылаға қарап таңнан кешке дейін намаз оқи береді. Үйтіп ху-хай деп тарихатқа кіріп кете берсек, бәріміз егінді кім егеді, зауытты кім салады, Қызыр жолдасың болсын дегені, Қызыр алейхиссалам кездесіп қалсын деген мағынада. Бисмилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті Құбыла медиа көрермендері, оқырмандары, бүгін бізде сұхбатта, бүгін бізде қонақта дінтанушы, тарихшы, діндер тарихын зерттеп жүрген ұстаз қонағымыз Ернар Абзалға қош келдіңіз. Ернар, қош келдіңіз Батыс өлкесіне. Сізді осы сұхбатта көргенімізге қуаныштымыз. Қош көрісіп жатыр, шақырғандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Жалпы енді бүгінгі подкасттың тақырыбы, бүгінгі сұхбаттың тақырыбы қазақ жеріндегі ислам, яғни қазақ түркі халықтарына исламның келуі, қазақ таласына исламның келуі, сол секілді 19-20 ғасырдағы қазақ таласындағы дін ахуалы осы жайында болмақ. Ұстаз, енді ең алғашқы сұрағымыз, жалпы енді ислам тарихына қарайтын болсақ, үнді жерлеріне болсын, Европаға болсын, Кавказ аймақтарына да болсын, исламның таралуы ол әскери тұрғыдан болған, сол әскери тұрғыдан әсер берген ол түркі халықтары. Түркі халықтарының нәтижесінде, сол халифалық әскерлерге қосылу нәтижесінде сол аймақтарға ислам жеткен. Бұны тарихтан білеміз, тіпті тарих кітаптарында түркі ислам тарихы дейтін тақырып бар, арнайы тақырып бар, сол туралы кеңірек тоқталып айтып өтсеңіз. Көп рахмет, Жансұлтан бауырым, ұстаз, осы подкастқа шақырғандарыңызға, және бірінші сұрағыңызға бірден бастап кетейін. Өте ауқымды тақырып бұл арада. Түркі халықтары ислам қабыл еткеннен кейін, бірінші түркі халықтарына ислам қабыл етті деген тақырыпқа біреулер соғыспен қабыл етті деп айтады, біреулер бейбіт қабыл етті деп айтады. Соғыспен қабыл етті деп мен қабылдамаймын, өзім есептемеймін. Рас, басында әмәуилер әулетінің тұсында Құтайба ибн Муслим бұл кісі қылышпенен дін алып келгені белгілі. Бірақ ол қылышпен дін алып келген кезде ислам қабылданған жоқ. Бірақ 751 жылы Аббаси әулетінің кезінде Қытайлар мен мұсылмандардың арасында болған соғыста біздің бабаларымыз мұсылмандардың тарапында болды да, содан бізге діннің бейбіт таралуы басталды. Екеуі де 8 ғасырда болып отқан оқиға. Сондықтан бізде қазақ таласына дін бейбіт тараған деген әңгіме осы мен 751 жылға алып келемін. Ал 708 ғасырдың басындағы Бұхара, Самарқандта түркілер қылышпенен бетпе-бет келген кезде оны қабылдаған жоқ. Оны мойындау керек. Енді түркілер ислам дінін қабылдағаннан кейін сөзсіз, сіз айтқандай, орта ғасырлардың кезінде араб әдебиетінде, ислам әдебиетінде мынандай сөздер болды. Ғылым, мемлекет басқаруда араб тілі маңызды, екінші әдебиетте парсы тілі маңызды, үшінші әскери тілде түркі тілі маңызды деген мағынада қолданылды. Бұл нені білдіреді? Түркі халықтарының әскери салада ислам өркениетінің әскерлері түркілер болғанын көрсетуге, яғни жауынгерлік мағынада. Олар аттың құлағында, түркі бабаларымыз аттың құлағында өте жақсы ойнады, атты өте жақсы меңгерді, атты әскерді, жаяу әскерді де жақсы жолға қоя білді. Сіз айтып отырғандай Үндістан, Пәкістан жерлерінің барлығына дін жетуге ғазнауилер деген әулеттің әсер еткен сияқты. Қазіргі Қытайда ұйғыр бауырларымызға мысалы дін жеткізген кезінде Қарахан мемлекеттері қарап отырсаңыз. Кейін мына тіпті Осман империясының дәуірінде Европаның тең жартысына дейін түркілердің әскерлері. Мысырда зәңгилер деген мемлекет болды, олар да түркілер басқарған. Аббасилер бір кездері 12 ғасырлардың заманында Аббасилер формалды ғана халифа болды да, ал шын негізгі әскери биліктің барлығы түркі қолбасшыларында. Тіпті ішкі, олар сыртқы
талас тартыстарды емес, ішкі талас тартысты да шешіп өтеді. Мысалы буайхилер, шииттер деген бір топтар ол Бахрейннен шыққан, қара тасты ұрлап кеткен Қағбаға кіріп тұр. Соларды да жазалауға түрік әскерлері пайдаланылып отырған. Міне түркілер қай салада болмасын ислам қабыл еткеннен кейін міндетті түрде исламға қызмет етті және исламның жайылуына жағдай жасады. Мысалы қазіргі Үндістанда 300 миллионға жақын мұсылман болатын болса, енді бейресми. Пәкістанда 180 миллион мұсылман болатын болса, Бангладеште 160 миллион мұсылман болатын болса, олардың барлығы бірден бір. Ауғанстандағы мұсылмандар, олардың барлығы кімдерге қарыз? Ғазнауилер деген түркі әулетіне, түркі тайпаларына қарыз. Сондықтан біздің бабаларымыздың ерлігі осында. Тіпті біз қазақ хандығының заманында да біз ислам өркениетінің солтүстік шекарасын қорғаған халық ретінде белгілі болғанбыз. Әбілқайыр Мұхаммед Бахадүр Ғази деген атауы беріп, Бұхараның Самарқандың шейхтары ол біздің қазақтың хандарына осындай былайша айтқан дәрежелер беріп отырған. Сіз Алла разы болсын. Жалпы түркі әлеміне сол исламның келуі, бағана сіз айтып өтіп кеткендей, аббасилердің Тан империясына қарсы соғысу нәтижесінде пайда болды. Енді бұл түркеш қағанатына исламның келуі жалпы қазақ даласына ислам келуінің алғышарты ретінде қаралады. Бастапқыда сіз айтып кеткендей амауилер бірнеше рет қылышпен дін таратқылары келді, бірақ өкінішке орай ол амалдары сәтсіздікке ұшырады. Уақыт өте келе сол бағана аббасилердің Тан империясына, қытайларға қарсы соғыс нәтижесінде түрік халықтарына көмек сұрауы, Атлах соғысы, сол турасында кеңірек тоқталып өтсеңіз осы жайында. Бірінші, мына әмәуилердің тұсында олар шар тарапқа төрт тарап бар, батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік. Сон төрт тарапына төрт қолбасшыны тағайындады деуге болады. Яғни олардың міндеті дін жеткізу, фатх ету, басқа жерлерді. Сол әмәуилердің дәуірінде ең атақты қолбасшы, төрт қолбасшы болса, соның бірі Құтайба ибн Муслим болды. Ол кісі Хорасанның әкімі, губернаторы, былайша айтқанда, уәлиі. Бірақ бұл төрт генералды басқарып отқан бір атақты қолбасшы болды. Әмәуилердің кезінде зұлымдығымен, қаталдығымен, тирандығымен танымал болған Хаджаж ибн Юсуф деген. Ол кісі мұсылман болсын, мұсылман болмасын, ислам қабыл еткен жаңа араб емес халықтарды, мәуәлилер дейді. Ол халықтардан салық ала беріңдер, жизия ала беріңдер, олардың әйел қыздарын күң ете беріңдер деген сияқты саясатты ұстанды. Бұл Құтайба ибн Муслимин фатх еткен екен Бұхара, Самарқан. Исламмен жаңа танысып жатқан түркі халықтары. Соғды халықтарына не алып келді? Исламнан бет теріс бұрылып кетуіне алып келді. Ол бір әмәуилердің кішкене Хазіреті Әлидің ұрпақтарына жасаған, кейбір сахабаларға жасаған қатты әрекеттерінен ол империя әмәуилердің биліктен кетуіне алып келді. Мұсылман үмбеті түгел көтерілді. Оның орнына Аббасилер, Ибн Аббас деген пайғамбарымыздың атақты немере ағасы бар, сахабасы бар, радиаллаху анху. Сол кісінің ұрпақтары билікке келуіменен ішкі талас тартыс бүліктер аяқталды соныменен. Енді Аббасилер таққа отырғаннан кейін олар өздерінен бұрынғы әмәуилердің қателігін жасамауға тырысты. Яғни әрекеттерін жасамауға тырысты. Ол бірінші ислам жаңа қабылдаған халықтарменен жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысты. Соның үшін неге? Өйткені шығыстан, Орта Азияда шығыстан жаңа күш пайда болды. Енді әмәуилердің жойқын соғыстарына қатты төтеп берген бұл Түргеш империясы. Түргештер 6 айдан Еділге дейінгі аралықты иемденіп жатты. Орта Азияның кейбір қалаларын қолдарында ұстап отырды. Империя қағанат болды. Оның атақты қағаны, сұлу қағанды арабтар, ислам тарихшылары Әбу Мүзахим деп жазды. Яғни мүйізі бар қаған, сүзеген қаған деп жазды. Демек құрметпен жазды. Бірақ Түргеш қағанатында да ішкі талас тартыстар, сондай атақты қаған, сұлу қағанды таққа таластардың кесірінен өлтірілді жолда келе жатқан жерінен. Түргеш қағанаты да бытыраңқылық күй кешті. Қытайдың Тан империясы, Тан әулеті бұл сәтті, ұтымтал сәтті жақсы пайдаланды. Яғни мына жақта ислам халифаты әлсіреп жатыр, мына жақта Түргеш қағанаты әлсіреп жатыр, біздің кезегіміз деп олар Түргеш қағанатының шығыс бөлігі қарлұқтар мекендейтін жерді, Орта Азияның біраз қалаларын басып алды. Бұған қарсы, қытайларға қарсы Аббасилердің жаңа Иранға тағайындалған қолбасшысы
Заид ибн Салих ғазауат жариялайды. Бұл ғазауатта түргештер мұсылмандарға жәрдемдеседі, қарлықтар қытайларға жәрдемдеседі. Бірақ талас соғысының 5-ші күнінде, Атлах соғысының 5-ші күнінде қарлықтар мұсылмандардың тарапына өтеді. Сонда қытайлар үш жақты шабуылдың астына қалады. Бұл қарлықтардың бұл бетбұрысы қарлықтардың кейін артынан өздерінің мемлекет құруларына, кейін бұл қарлықтардың арасында бір топ рулардың ислам дінін қабылдауына алып келді. Сөйтіп жайлап ол ислам дінін қабылдаған қарлықтардың рулары артынша Қарахан мемлекетін құрады. Бейбіт келу дегендегі эпизод осыны назарға ұстау керек. Тіпті мынанда бұл Ибн әл-Асирдің Әл-Камил фит тарих кітабынан, кемелденген тарих деген кітабынан. Тіпті кейбір ислам тарихшылар айтқан Аббаси жалпы ислам халифаты мына Қарахандардан джизия, кейін артынан халифатқа төленетін салықтар алмаған, ушур сияқты салықтар алмаған, яғни егін салықтар. Неге? Өйткені біздің жерлер бейбіт қабылдаған ислам, яғни фатх етілмеген. Фатх етіліп барып несе, ушур деген сияқты халифатқа төленетін салықтарды төлейтін еді біздің бабаларымыз. Сізге рахмет жауабыңызға. Енді келесі сұраққа өтпес бұрын, енді исламның қазақ жеріне еркін келуі, бейбіт жолмен келуі бұл Қарахан мемлекетінің бастауын алады. Яғни Қарахан мемлекеті бана айтқан Аббасилердің тан империясына соғыс жариялауы бұл алғы шарт болатын болса, кейіннен Қарахан мемлекеті ислам дінін мемлекеттік дін ретінде жариялап, өздерін Дарул Ислам немесе Даруссалам деп өздеріне осындай бір мәртебе берді. Былайша айтқан кезде өздерін осылай жариялады, халыққа осылай көрсетті. Біз мұсылман мемлекетіміз, біз заңдық тұрғыда Ханафи мазхабын ұстанамыз, мемлекеттік деңгейде Ханафи мазхабын ұстанамыз, Матурidi ақидасын ұстанамыз деген сынды осындай бір жарлықтарын шығарды. Енді бұл орта ғасырлық кезең, қағанаттар, хандықтар кезеңі. Ал енді қазақтың қазақ болып, ол кезде енді қазақ әлі қазақ болған жоқ, ұлт ретінде әлі қалыптасқан жоқ. Қазақ деген атау пайда болған жоқ. Қазақ деген атау пайда болған жоқ, бірақ та соның өзінде қазақтың рулары немесе сол түркі этностар, тайпалар өмір сүрді. Енді қазақтың жалпы тарих бетіне қазақ хандығы немесе қазақ мемлекеті ретінде жариялануы бұл 1465 жыл. Керей мен Жәнібектің бөлімі шығып, Жетісу аймағында мемлекет жариялауы, осы жерден бастап енді қазақтың қазақ болып қалыптасу тарихы басталады делік. Сол замандағы, сол кезеңдегі ислам дінінің мәртебесі қандай болды? Бұрынғы Қарахан мемлекетіне қараған кезде қазақтың енді былайша айтқан кезде өзін жариялау тұсындағы діннің мәртебесі қандай болды? Өте тамаша сұрақ деп болады бұны. Енді қазақ болып аталғанда қазақ деген ұлт болмады деу дұрыс емес. Біздің ұлт болды, бірақ атау өзгеріп тұра береді. Түсінтірсіздер ме? Яғни Орал деген қаланы бүгін атын өзгертіп тастаса, Оралдың тарихын Ақжайық деп бастамаймыз ғой, мысалы атын. Демек, қаланың аты ауысады тек қана. Я болмаса Астананың аты ауысты бірнеше рет, бірақ тарихын жаза береміз. Сол сияқты қазақ деген атау тек қана 15 ғасырда пайда болған болуы мүмкін ұлт ретінде. Ал бірақ этникалық тұрғыда біздің халық өмір сүре берді одан бұрын да. Енді сондықтан қазақ деген атау болғанда да діні өзгеріп кетпейтіні анық. Ол Қарахандарда қалыптасып қойды, Қыпшақтарда да әрмен қарай жалғасын тапты. Алтын Орда ұлық ұлыстың дәуірінде өркендеді, дамыды. Енді ұлық ұлыс, Жошының ұлысы Алтын Орда тарап кетіп, оның орнына қазақ хандығы құрылған кезде де ол өзгеріп кетпейтіні анық. Сондықтан біз жаңа 960 жылы ислам өркениетін орнықтырып, Дарул Ислам, Даруссалам деп жариялаған болса, демек 1465 жылға да дәл солай жалғастырып кетті. Бірақ мемлекеттік деңгейде діннің ауқымы қандай болды, соған бір тоқталып кетейін. Мемлекеттік деңгейде де барлық сол замандағы ислам халықтар, мұсылман халықтары сияқты, олардың дәулеттері сияқты әрмен қарай жалғастырды. Мысалы, хандардың атына Мұхаммед есімін қосу сияқты оларда дәстүр болды. Керей ханның есімі Керей Ахмет хан, Әбу Сағид Жәнібек хан, Жәнібек ханның баласы Қасым Мұхаммед Бахадыр хан деген сияқты. Енді Керей мен Жәнібек мемлекет құруда алғашқы қадамдар жасағанмен ең негізгі Жошының ұлысын қайтарып берген, еркін державалық деңгейге жеткізген, империялық деңгейге жеткізген ол Қасым хан. Қасым хан туралы Нұрлан Атығаев деген ағай ұстазымыз бар, Жамбыл Артықбаев ағайларымыз көптеген деректер келтірді. Әсіресе Нұрлан Атығаев ағайдың мақалалары өте көп. Қасым хан Бұхарадан, Самарқандтан келетін шейхтарды, машайхтарды сарайдың алдында емес, сарайдың ішінде емес,
қаланың сыртында, мемлекет басқарып тұрған астанасын сыртына шығып тұрып, бір шейх келе жатыр десе, соны қатты құрметтеп қарсы алып, қолынан сүйіп, сосын барып ішке кіргізетін. Қаланың ішіне, сарайдың ішіне емес. Мына аэропорттардан күтіп алады ғой біздің президент, кейбір үлкен қонақтар келіп қалса, дәл сондай да. Сондай құрметпенен астананың сыртына шығып күтіп алатын болған. Бұл біздің қазақ хандығындағы діни деңгейдің діннің деңгейін көрсетеді. Енді мысалы ғазауат деген терминдер болған қазақ хандығының заманында. Қасым хандарда. Қасым хан тек қана айналадағы мұсылман емес, шығысымызда мұсылман емес халықтар болды, ойраттар деген. Оларға емес, қызылбас шииттерге, рафидиттерге, тіптен яғни ішкі мұсылмандардың ішінен шыққан бүлікші топтарға да ғазауат жариялап отқанын көруге болады. Сол уақытта Осман сұлтаны Сұлтан Сәлим қызылбастарға пәтуа шығартып, шейхул исламыны оларды шабады, білесіздер. Оларды шапқаннан кейін Каирге барады. Каирге кетіп қалғанын пайдаланған қызылбастар мына шығысқа қарай жылжып, шибанилердің хандарына зарар көрсетеді. Яғни өзбек ағайындардың ханына. Олар елші жіберіп Қасым ханға, ойбай, Шыңғыс ханның тағы мен тәжінің мұрагері сізсіз, біз таласпаймыз, бірақ бізді мына қызылбастардан құтқар деген хаты бар. Сонда Қасым хан өзбек өз ағам сарт болса да садағам деп қаруын бастап қызылбастарға қарсы жариялаған ғазауаттар бар тарихта. Бұны Иранның тарихшыларының өзі жазады. Рузби ханның кітаптарында көруге болады. Яғни сіз сұраған қазақ хандығында діннің деңгейі сол. Кейін жоңғарлармен соғыста да бұл саяси тұрғыда ғазауат термині сақталып, яғни олар басқа ғайри діндердің адамдары болғандықтан мұсылмандардың жеріне келіп, мұсылман қыздарын, қазақтың қыздарын, қырғыздың қыздарын алып ұрлап кетіп жатқасын, Есім хан болсын, одан кейінгі хандарда болсын, ғазауат жариялап отқан. Мысалы қараңыз, Тәуке ханның есімі Тәуәккил Мұхаммед Ғази Ғалиалла хан, Тәуке ханның аты. Әбілқайыр ханның аты, кіші жүздің Әбілқайыр ханы, Әбілқайыр Мұхаммед Бахадыр Ғази хан, Әбілмансұр Мұхаммед Бахадыр Ғази хан, Абылай ханның есімі. Енді көріп тұрсыздар, осы қазақ хандығындағы діни деңгейдің жағдайы. Бұл көрінісі. Бұл жаңа бізде кейбір топтардың, тәңіршіл сияқты топтардың аузына құм жабады. Өйткені құм салады. Өйткені Екатерина алып келген дінді деген бір абсурдты дүниелер айтады ғой. Неге Екатерина исламды алып келді десе, отарлауға ыңғайлы болады дейді. Онда отарлауға ыңғайлы болса, бірден православизмде келе бермеді ме? Тәңіршілдік ұстаған халыққа неге исламды алып келеді олар деген сұраққа жауап бере алмайды. Екінші, ал Екатеринадан бұрында Керей ханнан бастапқы қазақтың хандарының есімін қарасаңыз, міне осындай. Алла разы болсын, осындай құнды ақпаратпен бөліскен үшін. Енді осы қазақ даласында хандық дәуірдегі ислам дінінің ахуалы қандай болғандығын, мәртебесінің жоғары болғандығын тілге тиек етіп кеттіңіз. Енді сол уақытта тарихқа қарайтын болсақ, хандардың қасында олардың кеңесшілері болған билер жүрген. Тәуке хан тұсында болсын, Абылай ханның кезінде болсын, тағысында, олардың әрқайсында соларға діни болсын, саяси болсын, тұлғалық болсын кеңес беретін өзінің билері болған. Мәселелерді шешіп отыратын. Одан бөлек, сол уақытта билерден бөлек ахундар болды, ишандар болды, сол секілді молдалар болды. Солардың білім деңгейі, яғни олар қай жерден білім алған, қай жерден білім алып, қандай ілім таратқан, халық арасындағы беделі қандай болған, қазіргі кездегі молдалар мен сол уақыттағы молдалардың айырмашылығы қандай, сол туралы тоқталып өтсеңіз. Бұл да өте жақсы, қызық сұрақ. Қазақтың біз ақын жырауларын білгенде тек қана ақын жырау жыршы деп оқимыз ғой. Мысалы Бұхар жырауды айтайықшы. Бұхар жырау Бұхара медресесінде оқыған. Бұхара медресесін уақытынан бұрын бітірген. 22 жасында бітірген. Бұхараның машайықтары Бұхар жырауға айтқан, біздің Түркістан аймағында саған білім беретін медресе жоқ, Шам өлкесіне бар деп. Бұхар жырау Шам өлкесіне оқыған кейін бар. Шам өлкесінен келіп, қазақтың хандарының тұсында Сығанақ сияқты қалаларға қази қызметін атқарған. Сол қази қызметін атқарғаннан кейін бар Тәуке ханның, кейін Абылай ханның бас уәзірі, бас қазиның дәрежесіне жеткен. Оның жаңа бірінші тілеңіз бір Аллаға жазбасқасын ол ойдан алып отқан жоқ. Ол кісі осы медресе көрген, соның дәрежесіне жеткен адам. Бір. Сол сияқты көптеген тұлғалар бар. Мысалы Тәуекел ханның тұсында Әбілғазы Бахадыр деген кісі болған. Ол сол кездегі
атақты фақих болған, былайша айтқанда Фих маманы. фих маманы, заңгер. Ондай адамдарды қазақтың хандары қасында міндетті түрде жанында ұстап отырған. Я болмаса бізде шығарылған заңдар бар, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы деген. Бұның барлығы осы сол заманға, мекенге қарап, елдің жағдайына қарап шығарылып отқан, шариғаттан алыстамайтын заңдар. Дәл сол сияқты Қасым ханның қасқа жолы, мысалы Қасым ханды мен өзім Сұлтан Сүлеймен Қанунимен салыстырамын. Сұлтан Сүлейман Қануни елге келді, билікті бастады. Қануни деп атаған себебінің өзі ол қанун шығарды, заң шығарған. Сол сияқты Қасым хан да дәл солай. Бұл билікті күшейтуге, елді тұрақтандыруға үлкен әсер етеді. Дәл сондай Тәуке ханның жеті жарғысы да сондай. Енді молда, ахун, ишандарға тоқталайық. Бірінші молда дегенге тоқталайықшы. Молда дегенде біз енді біздің санамызда кеңес үкіметінің идеологиясы бар, оның заманда жазған жазушылар бар, номенклатуралық оқиғалар бар. Молда деген бір ең жек көретін, ең антагонистік кейіпкерге айналған да бізде, молдалар мен байлар. Ал шын мәнісінде молда деген, сосын кейін молдалардың бәрін қырып тастағаннан кейін Фатиха сүресін кириллицаменен жаттап алған ауылдағы бір екі ақсақалды, аузында насыбайы бар, әйтеуір жаназа шығара алады деген ақсақал молда деп айтып кеткен. Бұл дұрыс емес. Молда деген ғылыми атау. Молда деген 12 білімнен ижазасы бар адамды молда деп айтады. Яғни 12 білімнен рұқсаты бар адамды молда деп айтқан. Молла әл-Қари, Молла Жами деген ханафи мазһабының ғалымдар бар емес пе? Молла Абу Бәкір бар. Бұның барлығы молда деген сөздің үлкен ғылыми атақ екенін көрсетеді. 12 білімнің ішіне не кіреді? Міндетті түрде Құран ілімдері, хадис ілімдері, фих ілімдері, тарих, ислам тарихы, медицина кірген оның ішіне. Мына бізде кейде айтып қалады, біздің ауылдың пәленше деген молда болған, ол адам қараған дейді. Ол адам қараса, ол Бұхара медресесінен медицинаның, шипагерліктің ижазасын алып келіп тұрып адам қараған. Қазіргідегідей маған бір ем қонды, маған әруақ қонды, мен емшімін деп отырмаған оларды. Яғни қай ауруға, қай шөпті қайнатқанда ем болатынын білген. Молда деген сөздің дәрежесі сондай. Енді осы арада қазақтағы діни білім қандай болған? Барлық ислам әлеміндегідей қазақтағы діни білім 4 этаптан тұрған, 4 кезеңнен тұрған. Біріншісі иптидайя, бастауыш білім. Ол мына ақын жыраулар, зиялыларымыздың өмірбаянын оқысақ, ауыл молдасына хат таныған дейді ғой. Осы міне иптидайя, бастауыш. Екінші санауия білім, орта білім. Абай атамыз 13 жасында санауияны бітіріп, әрмен қарай кетіп қалады. Кейін артынан үлкен қартайған кезде айтады ғой, жасында ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұрып тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілден кеш сермедім деп айтып, зар еңіреп отқаны мен арғымен қарай оқыған жоқпын дейді санауиядан кейін. Санауиядан кейін рушдия, немесе хусусия деп айтады. Орта, яғни орта жастағы, ортадан жоғары. Қазірше айтқанда колледждің деңгейінде діни білім алатын болған. Оны бітіргеннен кейін бар ғалия дейді. Яғни тек қана Уфадағы ғалия емес, ғалия, ұлы медресе деген жоғары академиялық білім деген сөз, ғалия. Оғыны бітірген адам қазақтың даласында молда болып елге оралған. Біздің бекет аталарымыз мұның барлығы ағылы, ғалия, жоғарғы мектеп медресені Орта Азияда, Хиуада, Бұхарада бітірген адамдар, бұлардың барлығы. Енді ахун ишандарға тоқталайық. Ахун ишандар, ахун деген сөз кейін біз Ресей патшалығына қарай бастаған кезде пайда бола бастады деп айтады біреулер, одан да бұрын басталғандар бар дейді. Жалпы ахун мен ишан институтын көрген кезде біз ахундарды шариғат мамандары екенін түсінеміз. Ишандар тасауф, сопылық мектептің өкілдері екенін түсінеміз. Ол ишандар көбіне қалпелерде болды. Қалпе деген халифа деген сөз ғой. Бұхарада, Самарқандта егер бір Нақшбанди пірі отырған болса, соның әрбір өңірде, әрбір руда, әрбір жүзде қалпелері болып отырған. Олар қалпелік қылып, қазақтың қырларында әрмен қарай дін таратып отырған. Міне, осы сіздің сұрағыңызға жауап. Сол енді жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ. Алдында сізді ғаламтордан көрдік. Осы Батыс Қазақстан облысындағы Бөкейордада болыпсыз, қонақта болғансыз, музейде болғансыз. Сол Жаңғыр ханның билік тұсындағы жерлерді аралағансыз. Енді осыған қатысты бір сұрақ. Бізде тарихта, мектеп кезінде оқыған тарихта бізге Жаңғыр хан, жалпы байларды, бана айтқан, өзіңіз айтқандай байларды, молдаларды бізге бір теріс, жағымсыз кейіпкер ретінде көрсетеді, антагонист ретінде. Ал соларға қарсы көтерілген
батырларды деп айтайық, соларға қарсы қылыш көтергендерді бізге халық жанашыр ретінде, батыр ретінде, былайша айтқан кезде Марвелдің бір супер геройлар ретінде көрсетеді тарих кітаптарында. Оны біз мектепте оқыдық, университетте де оқыдық. Енді осыған қатысты сұрақ. Жалпы Жәңгір ханды біз енді кейіннен зерттей келе біз Жәңгір ханның реформатор екенін байқаймыз. Ол кісінің осы Бөкей Ордасында жалпы қазақ даласындағы алғаш тұңғыш дейтін көп нәрселер шығарған. Енді сол уақыттағы Махамбетті де салыстырып қарайтын болсақ, оның өлең жырларын қарайтын болсақ, оның өлеңдерінде діни сарынды да байқаймыз. Яғни Алла туралы айтқан, пайғамбар туралы айтқан кейбір өлеңдері бар. Енді осы екі адамның бір-біріне қару көтеру себебі біріншіден, екіншіден солардың діни ұстанымдары. Яғни екеуі бір бағытта болды ма, бір діни ұстанымда болды ма, немесе олардың діни ұстанымдары екі бөлек болу себебінен бір-біріне қару көтерді ме дейтін сұрақ. Осындай бір. Жоқ, ондай болған жоқ. Жәңгір хан заманының реформаторы, жаңағыдай. Билік ұстаған адам. Енді билік басындағы адамдардың әл ауқатына кіріп барып, оның атмосферасына кіріп барып зерттесең, Жәңгір ханның басқа амалы болған жоқ. Ресей патшаларына бағынудан басқа. Өзі Бөкей Ордасында Жайық пен Еділдің арасында тек қана 12 ру ғана отырған, Байұлының 12 руы. Ол 12 рудан жинасаң бір 3-4 әскер шығатын шығар. Ол 3-4 әскердің 5-6 қылышына құлап қалатын Ресей патшалығы жоқ қой. Оны Жәңгір хан өте жақсы түсінді, және айналасының бәрін, екі өзеннің бәріне Волжский казаки, Уральский казаки деп қаптатып қойды. Олардың бәрі қазақтың ауылдарына кейде шауып отырды. Жәңгір хан жалпы екі қадам қате жасаса, бір қадамды дұрыс жасап, әйтеуір алдап, сулап, жаңағы өзінен ұлықтарды, сөйтіп әйтеуір қазақтың амандығына бәрінше жұмыс жасады. Бірақ сол кездегі заманда Жәңгір ханның ойына қарайтын болсақ, Жәңгір хан өзі Андреевтің үйінде Астраханда өскен болса, өзі французша білген, қазақтың қырында отырып французша газет оқып, француз тілі ол кезде халықаралық тұр ғой, арабша оқыған, керемет діндар адам болған, соның барлығын оқып отырып ашып қараса, қазақтың ауылының, қазақтардың неге кіріптар болып жатқанын түсінді ғой. Неге кіріптар болып отыр қазақтар? Өйткені білім ғылымда артта, қазақтың қыздары да оқымаған, жігіттерінің де оқып жатқаны шамалы. Ана орыс деген зеңбірекпен, мылтықпен келсе, қазақ әлі садақпен айқайлап жүр. Оның садағына құлап қалатын орыстың офицерлері жоқ. Содан не деген сөз шығады? Содан қазақ егер бұны жеңсе, айламен біліммен жеңетінін түсінді. Сондықтан отырықшыландыруға әрекет етті Жәңгір хан. Халықты отырықшы болсын деп. Сөйтіп Астана салды. Олар сіз айтқан жаңа казначейство салды, орманикті, көптеген игі жақсылықтар жасады. Қыздар медресесін ашты. Жәңгір ханның өзі 3 әйелі болған болса, оның сүйікті әйелі Фатима. Фатима неге сүйікті әйелі болды? Ол оқыған әйел болды. Ал оның басқа әйелдері, қазақтан алған әйелдер, французша бір жаңалықты оқып алып, ол әйелін айтайын десе, ол әйел түсінбейді. Өмірі ауылдан шықпаған. Сондықтан ол кісі қазақтың қыздарына оқу керек екенін түсінді. Сөйтіп оның қолынан келген нәрселердің бәрін жасады, әрекет етті. Енді өте діндар адам болды, намаздарын қаза қылмайтын болған еш уақытта да деген орыс ағартушыларының өздерінің деректері бар. Енді Жәңгір хан мен Махамбеттің арасында келіспеушілік қайдан шықты? Жәңгір хан мен Исатайдың арасында келіспеушіліктен шықты. Исатай батыр Жайықтың бойындағы Беріш руларының старшыны, оның ішінде Жайық беріштердің, сол жерлерде ол кісі билік құрды, қазақтың ауылдары, ал қазақтың ауылдарын жаңа айтып отқандай, өзен жағалаған орыстың казактар шауып кетіп отырды. Қазақтың жайлауларын бәрін тартып алып отырды. Сосын Қиғаштың бойындағы, Еділдің бойындағы жайылым жерлерді Жәңгір хан қазақтың, енді алдау ғой, арбау, орыстың князьдері, графтарына сыйға тартты. Безбородкіге, Юсуповқа. Бұлайша айтқанда бізде қазір ашуланамыз ғой, президентіміз парадқа барды деген сияқты. Бұл енді бір қадамдар. Сол сияқты Жәңгір хан белгілі бір қадамдарға, құрбандықтарға барды деп ойлаймын. Ал ол құрбандықтарды бойында қызуы бар Исатай сияқты батырлар әлбетте наразы болды. Осы наразылықтардың кесірі, наразылықтар ұласты наразылыққа. Енді бәрібір қателеспейтін саясаткер болмайды, саясаткер әулие болмайды. Саясаткерлер қателіктер жасайды. Сондықтан Жәңгір ханның тұсында да белгілі бір қателіктер болды. Осы қателіктердің себебінен халық көтерілді. Ол халықтың басында Исатай мен Махамбет тұрды. Түсіндіңіздер ғой? Яғни бұлардың қарым-қатынасы негізі саяси.
қарым қатынас, саяси қақтығыс, діни қақтығыс емес еш уақытта да. Олардың діндері ханафи мазхабында болды, матурidi сенімінде болды. Ешқандай проблема жоқ, мәселе жоқ ешқандай. Махамбеттің өзі Орынборда Жәңгір ханның балалары Ескендір мен Зұлқарнаймен бірге оқыды, оны білесіздер. Олардың қолдарынан тәлім алды. Енді Махамбет ұлы тұлға, Жәңгір хан да ұлы тұлға, Исатай да ұлы тұлға. Біз ол екеуін де құрметтейміз. Екі ағамыз ренжісіп қалса, біз екеуінің біреуін жақсы көремін, біреуін жақсы көрмеймін деп айтпайсың. Қазақ неге ұлы тұлғаларын құрметтегенде неге себеп айтпайды? Жәңгір хан, біз енді түсінік мынандай, біз Жәңгір ханды да құрметтейміз, және Махамбетті де құрметтейміз. Мына түріктер мемлекеттік идеологиясын сақтаса, олар Абдулхамид ханды да құрметтейді, оны биліктен тайдырған Әнуар пашаны да құрметтейді. Сол сияқты мен қазақтың таным түсінігіне осы нәрсе жетпей жатырғанын көремін. Енді Махамбеттің өлеңдеріне тоқталайық. Ондағы діни элементтер өте көп. Жаңағы мысалы Аллах деп айтамыз, Алла деп айтамыз дегендердің бәріне Махамбет өте жақсы өлеңдеріне жауап табуға болады. Діни білімдері өте жақсы жалпы. Кейін Махамбет Хиуаға, Бұхараға өмір сүргенін байқаймыз. Сол арадан кейін қайтып келеді. Енді Махамбеттің өліміне Жәңгір хан себеп болған жоқ. Рас Исатай көтерілгенде Исатай сол кезде шәйіп кетсе, Махамбет кейін жіберілді, Махамбет кетті. Жәңгір хан қайтқаннан кейін қазақтың қырына қайтып оралғанда, бұны мына Бөкей Ордасындағы емес, Байғанин жақтағы, Ақтөбе, Мұғалжар жақтағы Әбілқайырдың ұрпақтары Баймағамбет сұлтандардың қолынан қаза тапты. Ол Жәңгір ханның қолынан қаза тапқан емес. Жауабыңызға көп рахмет. Енді сұрақтарға қарайтын болсақ, біз енді хронология бойынша келе жатырмыз. Қазақ даласында исламның өрбуі, қазақ тарихының өрбуі жалпы. Енді мынандай сұрақ, 19 ғасырдың соңғы жағы бар, 20 ғасырдың бастапқы кезеңі бар. Бұл уақытта енді патша үкіметі мен шаруалардың арасында текетірестер болды. Біздің қазақ қоғамында да біраз ұлт азаттық көтерілістері болды. Патша үкіметінің билігі болды, қатын патшаның билігі болды. Сол кезде Қазақстан аумағындағы діни ахуал қандай болды? 19 ғасырдың соңғы жағы, 20 ғасырдың бастапқы кезеңі. Өйткені сол уақытта жазылған шығармаларға, мақалаларға, газет журналдарға қарайтын болсақ, ол жерде молдаларға тіл тигізу байқалады. Яғни тіл тигізу деген кезде молдаларды сынау. Енді ол указной молдалар, ол жағы белгілі. Алаштықтардың сол банағы айтқан тағы сол молдаларды діни қайраткерлерге сын айтуы, дін болсын, әдебиет болсын, әдетшілер немесе қадымшылар деп екіге бөлінуі бар. Сол туралы бір айтып кетсеңіз. Енді бұл кісілер қазақтың оқығандары, зиялылары, бұлар жаңаша медресенің түлектері бәрі. Жаңаша медресе дегенді, жадетшілдікті, былайша біз қазір модернистік ислам деп айтып қоя жатамыз. Оның басында Жамалиддин Ауғани тұрды. Таяу шығыста, Мысырда, Осман империясында, Ресейдің мұсылмандарында Исмаил Гаспарала деген кісі тұрды. Олар не деді? Олар біздер неге артта қалдық мұсылман әлемі? Жаңағы Европа Мерседес мініп бастап жатса, біз неге әлі есекпен жүрміз дегендей сұрақтарды төтесінен қойды, пароходтармен жүргенін. Сонда жауап белгілі болды. Біздің мұсылмандар бәрін буквалды түсінеді, өте қатты. Мысалы, кейбір Бұхараның машайықтары садақ ату ғана керек, мылтық атпау керек деген пәтуалар шығарғанда, орыс мылтықпен келіп тұрса сені отарлауға, сен оған садақ атсаң, ол садағың жетпейді оған. Сенің мылтығы, оның мылтығы бірақ қанша метр жерден жетеді. Ол айтады, біздің медреселеріміз, оқу жайларымызда ең бірінші білім жайларында қателіктер жасағанбыз, соны жаңаша білімдер қосайық дейді. Ол шын мәнісінде жаңаша білімдер емес, ол ескі алғашқы сәләф салихиндердің дәуіріндегі, одан кейінгі алғашқы тағы 2 ғасыр бар оның әсері. Сонымен ислам әлемінің 5 ғасырында жазылған білімдерді қайтып қосайық дейді. Оның ішінде математика бар, оның ішінде география бар, оның ішінде философия бар, оның ішінде әдебиет бар, түркі тілі бар, әлемдік тілдерді қосу керек деген сияқты дүниелерді медреселерге, сол пәндерді медреселерге қосайық деп сөйтіп жаңашыл медресе қалыптасты. Оған қарсы шыққан консервативті топтар болды. Жоқ, біз тек қана 12 білім оқытамыз, 13-ші білімді қоспаймыз, оны қосқандар адасушы деген топтар шықты. Содан екі жақ, олар ескішілдер, мыналар жаңашылдар деген топ шықты. Жалпы ескішілдерді сынау Абай атамыздың заманынан басталды. Олардың бастарында сәлде ғана бар, үстерінде шапан ғана бар. Тек деп құбылаға қарап таңнан кешке дейін намаз оқи береді. Үйтіп ху-хай деп
тарихатқа кіріп кете берсек бәріміз егінді кім егеді, зауытты кім салады, алла тағаланың нығметтерін кім пайдаланады деген абайдың сөзі бар. Содан басталды. Бұл тереңірек мәселе кішкене. Кейін бұл пікірдің бәрі біздің Алаштың зиялыларына өтті. Алаштың зиялыларының кейбір діндарларды сынайтыны, таңнан кешке дейін отырып алып намаз оқы, Құдай маған бер, бірақ оның беруіне әрекет жасамайтын адамдарды, молдаларды сынады. Содан екі, яғни жәдетшілдер мен қадемшілдердің арасында үлкен талас тартыстар басталды. Бір-бірін күпірлікте айыптаған кейбір жағдайларда болған, Құдай сақтасын. Енді бұл алаштықтар осы әрекеттеріменен жаңаша дүниелер алып келуге тырысты барынша. Олардың бәрі оқыған адамдар. Енді бірақ бір жаңа сұрағыңызда тағы бір момент бар, яғни бір сәт бар. Қазақтың діни білімі қалай болды деген. Жаңағы біз Ресейге қарап 19 ғасырға дейін қазақтың діни білімі, діни құбыласы, яғни білім құбыласы, кешіріңіздер. Құлшылық құбыласы емес. Білім құбыласы Бұхарада болған. Бұхара Түркістанда болған. Ол арадан келген молдалардың барлығын төрге отырғызған. Кейін Ресей патшалығы бізді татар ағайындарды олар жартысын шоқындырды, білесіздер. Қазаққа келсе, қазақ ескіден көшпелі халық, әскери халық, бір дінді оңай қабылдап кете қоятын халық емес екен қазақ деген, өйтіп шоқынып кете қоятындай. Сондықтан қазақтарды шоқындыру оларға әжептәуір қиын болды да. Сондықтан Ресей патшалығы қазақтардың білім құбыласын бұрып тастады. Қайда бұрды? Қазан, Уфа, Орынборға қарай бұра бастады. Содан жаңа молдалар шығара бастады. Содан да жаңағыдай білімділердің арасында талас тартыстардың болғаны осыдан келіп шығады. Енді алаштықтар республика құруға, жұмхуриет құруға тырысты. Осы әрекеттерін барлығынан әрекет жасады. Алаш жұмхуриетін, Алаш мемлекетін құрған кезде олар азан шақырды. Азан шақырып сүйіншіледі қазақтың даласына. Жаңаша бір толқын келді деуге болады. Енді осы жерден 19 ғасыр мен 20 ғасырдың айналасында жүрміз. Тағы бір сұрақ. Енді біз алаш ордашылар, енді алаштықтар біз үшін саяси феномен олар. Саяси феномен деп айтамыз оларды. Солардың діни ұстанымдарына тоқталып өтетін болсақ, енді олардың бас муфти ретінде Ғұмар Қараш болды. Осы батыстан шыққан Ғұмар Қараш Жалпақтал жерінен тәлім алған, осы Орал жерінен тәлім алып, кейіннен тағы өз ілімін жетілдірген. Сол секілді бана айтып өткендей Жамалиддин Әл-Афғанидан әсер алған сондай бір үлкен ғалым кісіміз бар біздің батыстан шыққан. Сол секілді өзге өкілдеріне де қарайтын болсақ, олардың барлығы сол медреседен тәлім алған, ауылдың молдаларынан, бана айтқан, сайтқан, ибтидайя болсын, санауия болсын, солардың барлығының дәмін татқандар. Барлығының діни фундаменталды ілімі болған. Енді алаштықтардың жалпы саяси тұрғыдағы діни ұстанымдарына тоқталып өтсек, мысалы олардың заңнамасы бар. Өздері мемлекеттен республика болып жарияланған кезде, тәуелсіздіктен жариялап автономия болған кезде өздерінің заңнамасын бекітті. Сол жерде 4-ші тарауда дінге қатысты біраз нәрселер айтқан. Өздерінің, яғни мемлекет пен дін арасындағы байланыс қандай болу керек, муфтилер қалай сайлану керек, муфти кімден болу керек, қандай ұлт болу керек, білімі қандай болу керек деген сынды өздерінің бір шарттары болған. Сол тұрғысынан бір айтып өтсеңіз тарихшы ретінде. Енді Алаш орда үкіметі менен Түркістан үкіметінің арасында бір айырмашылық бар. Түркістан мұхтариеті Мұстафа Шоқайлар, Мұхаммеджан Тынышпайлар жариялаған, ол Ислам республикасы боламыз деді. Ал Алашорда зайырлы мемлекет, зайырлы республика боламыз деді. Бірақ бұл зайырлы деген сөз дінге қысым көрсетеміз деген сөз емес. Керісінше, егер біз зайырлы болсақ, діни институттарды мемлекетке бағынбайтындай, яғни автономды қылатын болсақ, яғни өзінің асы өзінде қылатын болсақ, діни институттарға, керісінше дін өте жақсы дамиды деп түсінді олар. Яғни діннің ақиқаты жетеді деген сияқты. Сол кездегі үлкен тұлғалардың әлемдік саяси ислам әлеміндегі тұлғалардың пікірі мынандай болды ғой. Мешітке саясат кірсе дін қалмайды, сотқа саясат кірсе әділет қалмайды деген сияқты ұстанымды ұстады ғой олар. Сол үшін Алашорда зайырлы, яғни мемлекеттік саясат зайырлы, бірақ қоғамда бәрібір дінсіз қоғам деген болмайды. Сондықтан қоғамға олар дінді еркін ұстануға жағдай жасады. Тіпті сол кездегі шығармаларға қарайтын болсақ, қазақтың өзінің бір мұсылман патшалығы болады екен деген сияқты бір ерекше халықта үміт болған
демек Алашорда зайырлы дегенде европалық бағыттағы зайырлылық емес, діннің ісіне мемлекеттік идеология ретінде араласпауға әрекет еткен көреміз. Оның қасында жаңа сіз Ғұмар Қараш сияқты айтып кеткен діни тұлғалар тұрды. Файзолла Хазірет сияқты хафиздер болды оның қасында. Тіпті кейбірі медресе бітірген, Ғалия бітірген, Сұлтанмахмет Расулия бітірген адамдар ғой. Ана Мағжан Жұмабаев пен Бейімбет Майлин Ғалия медресесін бітірген Уфада. Олардың бәрі жайдан жай адамдар емес, өте білімді, діндар кісілер болды. Алаштықтардың дүние ұстанымдарына қарайтын болсақ, мысалы Ахмет Байтұрсыновтың бастауыш мектеп дейтін мақаласы бар екен. Айқап журналында ма екен, Қазақ газетінде ме, екеуінің бірінде шыққан, қателеспесем. Сол жерде бана сіз алдын айтып кеттіңіз ғой, тәңіршілдер айтады деп. Олар бірінші қазақ, яғни Екатериналар, қатын патшалар бірінші қазақты исламды қабылдатып, кейіннен христиан шоқындырғылары келді деп. Сол турасында бір соған қатысты Ахмет Байтұрсыновтың өзіндік жауабы бар екен, бастауыш мектеп дейтін мақаласында. Қазақ дінге нашар күйде өткен, енді қазақты басқа дінге аударам дейтін құра өрешілік дейтін бір жақсы сөз бар екен. Қазақты діннен айыруға болмаса, жазуынан да айыру болмайтын жұмыс. Араб әрпі ислам дінмен бірге келді. Қазаққа осы орнықты тіл мәселесі қозғалған кезде айтқан бір сөз бар екен сондай. Дінмен байланған жазу ол жоғалмайтын деген сынды. Өте өзекті тақырып негізі бұл. Бізді бір халықты сауатсыз қылатын болса, оның ескі жазуларынан айыру керек қой. Біздің 13 ғасыр бойы қалыптасып қойған жазуымыз бар. Ол жазуды келіп кириллицаға, латиницаға ауыстырғысы келді ғой ескі үкіметі. Ал Ахметтің төте жазуын арғы беттегі Құлжадағы, Дөрбілжіңдегі, яғни Қытайдағы ағайындар алып қалды ғой. Мен оларға әлі күнге дейін басымдаймын рахмет ретінде. Бұл тарихи мұрамыз ғой негізінде. Жалпы. Ал енді Ахмет айтып отырғандай, жаңа қазақ дінге нашар күйінде өтті дегені түркі халықтарының сол кезде. Енді былай қарағанда, сол кезде барлық түркінің даласындағы әрбір адамның түркі жазуын, руна жазуын білетініне мен күмәнім бар. Соғыскершілік заман, сондықтан яғни білімсіз деңгейде өтті деген мағынада айтқысы келгені деп ойлаймын. Алла разы болсын. Енді 21 ғасырға келсек, енді 20 ғасырда аяқтап. Күнімізде қазір актуалды болып тұрған мәселе бар. Аруақ мәселесі бар. Соған тоқталып өтсек, енді қазақ танымындағы аруақ түсінігі қандай болды? Олардың қазіргі кезде тәңіршілдермен байланысы бар ма? Немесе қазақтың айтып жүрген аруақ сөзі исламнан алынған ба? Қай жерден алынған жалпы? Аруақ өте күрделі тақырып, бірақ барынша жеңіл түсіндіруге тырысайық енді. Мен тарихшы ретінде, мен ақиданың немесе фиқтың маманы емеспін, бірақ тарихшы ретінде қазақ тарихындағы аруақ қалай түсінілген, соған бір тоқталып кетейін. Енді аруақ деген, сіз енді ислам танушысыз, өте жақсы білесіз. Рух деген сіздің көпше түрі. Рухты бала екен. Біз рухани жиын өткізіп отырық, былайша айтқанда қазір. Рухани, көзге көрінбейтін дүниелерді біз рух дейміз, жан рух деп айтамыз. Балалар, қазір біз орысша сөйлеп кеттік қой. Жақсы, мықты, рухты бала көрсек, оны духовистей бала екен. Ал қазақша Махамбеттің өлеңінде атадан туған әруақтер деген сөздер бар. Мына әруақты жігіт екен деген сөздер, бұл әруақ деген рух деген сөз. Былайша айтқанда әруақтар деген біздің тілімізден айтқанда духовистей деген сөз. Түсініп тұрсыз? Ал енді бұл арада жаңа әруақтер деген осы. Енді мен ойлаймын, әруақ қолдасын дегенде рухың биік болсын деген мағынада да айтылған болу керек деп ойлаймын. Енді қазақтағы тағы да әруақ қолдасын, қызар ата жолдасың болсын деген сияқты сөздерге тоқталайын. Бата ерген кезде, я болмаса 13 ғасыр бойғы батырлар жыры, Қыз жібек дастаны, барлығында мынандай сөздер кездеседі. Ақ құдайым оңдасын, әулие пірлер қолдасын деген сөздер. Енді бұны біз белгілі жамағаттың несіне, жамағаттарымыз екіге айырылып кетпесін деп, таяу шығыстан әсерленген материалистік бір топтардың көңіліне қарап, бұл тақырыптың барлығын фитнадан фитна шықпасын деп жауып тастап жүрдік. Оқыған ұстаздарымыз да бәрімізде. Бірақ оны жауып қойсақ, мына жақтан бір тағы бір топ шығып, қазақ деген міне исламға ұстанбаған, исламды ұстанса әруаққа табына ма? Әруақ деп шақырған, әруақ деп айтқан, әруаққа сыйынған. Әруақ деген бұл тәңіршілдіктің элементі деп айтып жүр. Ол аздай оған қосылып жаңаға біздің кейбір тырнақшаның ішіндегі шетелдерден оқып келген ислам танушы ағаларымыз да қосылып кетті оның ішіне. Енді осыған жеке-жеке жауап берейік. Бұл тәуәссүл мәселесі. Тәуәссүл мәселесін маған қарағанда сіз
өте жақсы білесіз. Бірақ тәуәссүлдің 4 түрі бар. 4 түрінің 3 түріне бүтін үмбет қосылады. 4-ші түріне келген кезде үмбет бөлінеді. Бірінші түрін білесіздер тәуәссүлдің. Ол Алла тағаланың көркем есімдерін ортаға қойып тұрып Алла тағаладан дұға сұрау. Я Раббым, сен көркемсің, маған көркемдік бере көр деген сияқты. Сабырсың, сипатың бар, маған сабыр бере көр деген сияқты. Екінші, сенің өз әрекеттеріңді ортаға қойып тұрып жақсы, яғни өзіңнің түсінігіңде бір рухың сезеді, бір жақсы іс әрекет жасасаң, соны Алла тағаланың құзырында қабыл болған болса, соны ортаға қойып тұрып дұға сұрауға болатын тұстар болады. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Құран кәрімде үңгірге қамалып қалған 3 жігіттің оқиғасы бар. 3 жігіт деген ортаға Алла тағаладан қорықтым, я Раббым, мен қорықтым, мына есікті аш деп, тағы жақсы әрекеттердің барлығын ортаға қойып, есік ашылады үңгірдің. Бұл тәуәссүлдің 2-ші түрі. Тәуәссүлдің 3-ші түрі бар. Сен маған дұға қылып қой деп айтамыз, яғни тірі адамға тәуәссүл ету. Ұстаздардан барып дұға аламыз. Шығып бара жатып шешемізге айтамыз, анашым маған дұға ет, ананың балаға дұғасы қабыл болады дейміз. Сен өзің қыла алмайсың ба дұға? Қыла аласың, бауырларыңсыз қыла аласың, бірақ осы үшеуіне барлық үмбет қосылады. 4-шісіне келген кезде 18-ші ғасырда пайда болған сәләфи уахаби топтар қарсы шығады. 4-шісі дегенде қандай да дүниеден өткен игі адамды ортаға қойып дұға сұрау. Мысалы, үлкен ғалымдар өткен болса, Абу Ханифаның құрметіне маған бере көр, Раббым. Я болмаса, жаңағы үлкен Ахмет Яссауидің құрметіне бере көр. Егер бұл салих құл болған болса, я Раббым, осы Ахмет Яссауидің құрметіне дұға сұраймын деген сияқты дүниелер болған. Мен енді осы әруақ қолдасын дегендегі дүниені қазақтың аузындағы 13 ғасыр бойғы сөзді осы 4-ші тәуәссүлге ұқсайды деген үмітпен қараймын. Бірақ дәл қазіргі уақытта әруақ қолдасын деп айтуды қолдамаймын. Бірақ 13 ғасыр бойындағы қазақтың әруақ қолдасын деген сөзін осылай айшықтауға тура келеді. Ал егер жоқ, олай айшықтамаймыз, бәрі кәпір болған, мүшрик болған десек, онда біздің ислам ұстанбағанымызды көрсетеді. Онда тәңіршілердің айтып жүргенде, уахабилердің айтып жүргені де дұрыс болады. Онда бізде мүлдем иснат болмаған деген сөзі пайда алып келеді. Енді Қызыр жолдасың болсын дегендегі мәселе мынада. Бұл енді ақида мектептерінде, ақида мектебі өте қатал ғой. Ихтилаф бар Қызыр алейхиссаламға байланысты, яғни Муса алейхиссаламның дәуірінде өмір сүрген пайғамбарға байланысты талас тартыс бар. Біреуі Қызыр алейхиссалам тірі деп есептейді, біреуі дүниеден өткен Алланың құзырында деп есептейді. Енді тірі деп есептейтін пікірлердің бір ұстанған мектептердің бірі Бұхара, Самарқанд мектептерінің тасауф мектептері болған. Нақшбандилер, Яссауилер. Жалпы тасауф мектебінің барлығы осы пікірді ұстанады деуге болады. Сонда Қызыр алейхиссалам тірі, егер сен жолда жүріп бара жатсаң, тақуа болсаң, сен Алланың құлы болсаң, сүйген құлы болсаң, саған Қызыр алейхиссалам кездесіп қалуы мүмкін деген жорамалды айтады. Бұл мүмкін әлсіз деректер болған болуы мүмкін, бірақ қазақ әйтеуір осы деректі ұстанған. Қызыр алейхиссалам тірі, мен оған жолда кезігіп қалайын деген үмітпенен, балалары болсын, басқа жолаушыларға болсын, осы дұғаны тілеп жіберетін. Қызыр жолдасың болсын дегені, Қызыр алейхиссалам кездесіп қалсын деген мағынада. Енді жаңа әулие пірлер қолдасын дегенде осыған сайып келеді. Яғни бізде қолдасын деген сөз негізі ширк емес қой. Мен сізді қолдап демеп тұрам. Сіз бірдеме айтсаңыз, мен сізді қолдап қоя қояйын. Мысалы, мен ауырып қалып едім, мен қолдаған ешкім жоқ деп айтып қоя жатамыз. Ата-анамызға қолдасын, сен ата-анам қолдады десе, Алла тағала ғана қолдайды, ата-ана қолдамайды деп айта алмаймыз. Енді әулие пірлер қолдасын дегенде әрдайым қадамыңда әулие пірлерді ғалымдарға кездесіп қалсаң, солардың батасын ал, солардың қолдауын ал деген мағынада неге түсінбеске осы нәрселерді. Бұл енді қазақтың тек 2000-ші жылдардың басында ғана бұл сөзді жауып қойғанымыз болмаса, қазақтың баталарының барлығында бұл бар. Қазақ кез келген адамды қолдасын деп айтпайды ғой. Енді бұл жердің екінші жағдайы бар. Шахидтер, хафиздер, Алланың салих құлдары шапағат етіп өзімен бірге 70 шақты адамды қияметте жәннатқа алып кетуге мүмкіндігі болады. Шапағатшы болады. Содан әулие пірлер қолдасын деген мағынада да ертең қияметте Алла тағаланың алдына барғанда үлкен ғалымдар, Алланың уәли құлдары сені шапағат етіп алып кетсін деген мағынада да айтқан болуы керек.
Енді мынау соншалық материализм, ваххабизмнің вирусы тараған соншалық бұдан қорқып қалдық. Бұл негізі қорқатындай бір пікір таласатындай сөз емес. Бұны бұрында да ұстаздарымыз қозғап жүрді негізі. Тек оны өзінің деңгейінде түсінбей қалғанбыз. Тәуәссүл мәселесін ең алғаш рет ортаға әкелген Ерсін ұстаз қозғаған. Арман Қуанышбаев ұстазымыз қозғады. Сосын Батыржан Берденұлы ұстазымыз да бұл мәселені айтып жүрді. Сосын біздің Атырауда Алтынбек Ұтысханұлы ұстазымыз да бұл мәселелерді өте жақсы түсіндіріп жүрді негізінде. Болғаны неге бұншалықты дау дамай болатынын мен аңғарып отқан жоқпын. Енді осындай болып қалды, біз осылай түсінеміз бұл нәрселерді. Ана жаңағы бұл вирустың тарағаны соншалық, кейде мен ауылға бір рет бата оқуға барсам, 90-ға жетіп қалған ауылдың молдасы бар екен енді. Молда деген түсініп отырсыз ғой. Оған да енді бір белгілі бір деңгейде ақпарат жеткен шығар. Бір үлкен кісілер, тағы бір үлкен кісілер айтып қалды, енді ана атаңнан қалған өмірі, жоқ, атаң шапағат етсін деп айтып қалды. Ана молда отырып айқайлады, шапағат етсін дегеніне тек қана Алла тағала шапағат етеді. Бүйтіп Аллаға серік қоспаңдар деді. Мен бір жағынан ойлан, 90 жастағы ақсақалға ваххабизмнің, салафизмнің вирусы жұғатындай бұл не құдірет деп. Бала шетінегенде қазақ айтады ғой, балаң саған жәннатта шапағатшы болсын деп. Сөйтсе бала ертең шетінеп кеткен бала Алланың құзырында жәннатқа ата-анасын кіргізеді ғой. Сонда шапағатшы болсын деген қазақтың сөзі осы ғой. Осы сөзден барлығын жауып тастайтын болсақ, біз онда мүлдем дымсыз қаламыз. Сондықтан бұл барлық 4 мазхабта да бар дүние, жаңа ғана қосылған дүние емес. Бірақ мына нәрсені түсіну керек. Әруаққа табыну мен оны сыйлап, оған тәуәссүл ету екеуі бөлек нәрсе. Түсініп алыңыздар оны. Яғни әруаққа табынып, зиратқа барып тұрып, Ахмет Яссауи, менің малым жоғалып кетті, менің малым тауып бер десе, бұл ширк болады. Нағыз ширк болады. Ал бірақ біздің бабаларымыз Ахмет Яссауидің басына барып, зиратына барып, сол арада дұға оқып, я Раббым, Ахмет Яссауидің құрметіне маған малымды тауып бер десе, бұл ширктікте, күпірлікте айыпталмайды. Алла разы болсын. Жалпы енді аруақ мәселесіне қатысты мынандай бір қызық ақпарат естідік біздер универде жүрген кезде. Аруақ дейтін түсінік бар ғой енді бізде қазақ даласына. Соғысқа шыққан кезде, жоңғарлар қарсы шапқан кезде аруақ деп шабады деп айтады. Оның кейбіреулер Алла деп өзгертіп жіберді енді, аруақ дейтін сөзден қашып. Соның бір мағынасы мынандай екен. Бадыр соғысы кезінде, жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мүшриктермен соғыс кезінде сахабаларға періштелер, Аллахтың қалауымен періштелер көмектескен дейді. Соғыс кезінде. Сол үшін қазақтар соғыс кезінде аруақ деп сол үшін айтады дейді. Періштелер де бізге көмектессін дейді. Яғни Аллахтың қалауымен періштелер бізге көмектессін, біз жеңіп кетейік дейді. Өйткені мысалы Орбұлақ шайқасын алып қарайтын болсаң, 50.000 әскерге 600 әскермен қарсы шығу дейтіннің өзі ақылға сыймайды негізі. Бірақ сондай оқиғалар ислам тарихында болған. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде болған ондай оқиғалар. Өте аз әскермен мүшриктің қалың қолына, немесе римдіктердің қалың қолына, византиялықтардың қалың қолына қарсы шығып, соларды жеңген оқиғалар болған. Яғни ол енді материалистік көзбен қарайтын болсаң, ол мүмкін емес. Ол жерде өте бір мықты қолбасшылық тактика керек. Ал енді сен рухани жағынан қарайтын болсаң, онда Алла тағаланың қалауымен оған періштелер көмектескен дейтін бір интерпретация бар. Ол дұрыс. Әруақ дегенде мен жаңа рух деген сияқты нәрселерді айттым. Бұл бір рухты көтереді, әруақтарың биік болсын, рухтарың сындырмаңдар деген мағынада да айтқан. Ура деп те шабады ғой, былай қарағанда сол сияқты. Әруақ деген шапқанның өзінде де солай қияс жасауға болады деп ойлаймын. Былайша айтқан кезде қазақты ширктен сақтап қалатын интерпретациялар көп. Көп, неге дәлелдер көп. Бірақ неге біздің бауырларымыздың осы нәрсені жаңағыдай фанаттық деңгейде қарсы шығып жатқандарын мен түсініп отырған жоқпын. Бұны жақсы көрші халықтардың ұстаздары да өте керемет айтты. Ұстаздарымыз да Чубак қажы болсын, басқа да болсын. Енді ұстаз, осы жерден яғни аруақ немесе Қызыр алейхиссалам, яғни Қызыр жолдасым болсын дейтін сөз бізге енді сопылық жолмен енген. Тіпті кейбірде аталарымыз амандасқан кезде бармағын ұстап қарайды ғой, бас бармағында. Соның бір белгісі Қызыр алейхиссаламның бас бармағының сүйегі болмайды деген, жұмсақ болады дейтін түсінік бар екен. Сондықтан кейде аталарымызбен амандасқан кезде бас бармағында ұстап қарайды. Бәлкім сен Қызыр боларсың деген сынды. 40-тың бірі Қызыр деп жаңа. Сондай бір сөздер айтады. Енді осыған қатысты енді біздің елімізде сопылық
бағытты ұстанамыз деушілер бар, жоқ емес. Біз таза сопылықты ұстанамыз, немесе біз тариқаттамыз, біз яссауи тариқатын ұстанамыз, немесе нақшбанди тариқатын ұстанамыз деп айтушылар көп. Ислам тарихындағы тасауфпен, яғни нағыз сопылармен, нағыз нақшбанд тариқатын ұстанушылармен байланысы бар ма жоқ па? Айырмашылығы қандай, немесе ұқсас па? Енді сопылықты ислам тарихшылары, ислам тарих кітаптарын қарап отырсақ, сопылық жолы, тасауф жолы үшке жіктелетінін көреміз. Біріншісі, сын айтылмаған мәселе, ешқандай мәселе туындатпаған, талас тартыс туындатпаған сопылар. Бұлар алғашқы сопылар. Жүнейд Бағдади, Хасан Басри, Рабиғатул Әдәуия деген сияқты аналарымыздың заманы бұл. Бұл сопыларға ешкім сын айта алған жоқ. Олар Алла тағаланың жолында тақуалыққа жетуге тырысты. Яғни ихсан ілімі ғой тасауф. Бұл сопыларға ешкім ештеңе демейді. Екінші топтың сопылары бар. Ол сопыларды кей жағдайда ғылыми деңгейлерде сынайды. Жаңашылдық енгізген, мысалы имам Ғазалидің Ихя Улумиддин кітабы негізі сыналған кітап, білесіз, оның ішінде әлсіз хадистері бар деген сияқты. Сол сияқты, яғни имам Ғазалидің тобындағы имам Ғазали сияқты екінші топтың сопылары бар. Ақидасы сыналмайды, бірақ фих кейбір шариғат тұрғысынан сыналады. Оның ішіне біздің Ахмед Яссауилер де кіреді, Нақшбанди де кіреді деп ойлаймын. Үшінші сопылық бар, олар сыналған сопылық, ақидада да адасқан сопылық деп есептеледі. Олар жаңағы кез келген дүниеге қарап тұр, сен Аллаға ұқсайсың, сенің Алланы көрем деген сияқты топтар, бұлар сыналады. Бұл тіптен кеткен. Яғни кейбір біздің шейхіміздіға Алланың рухы қонған деген сияқты сопылықтар, олардың барлығы сыналған сопылықтар. Енді бізде екінші топтың, енді алғашқы топ жоқ қой енді. Хасан Басрилердің, Жүнейд Бағдадилердің, Рабиғатул Әдәуилердің сопылығы жоқ. Енді бізде екінші топтың сопылықтары, олардың кітаптары өте көп тарады. Имам Ғазалидің үзінділерін, батырлар жырын оқып қарасаңыз тауып аласыз ішінен. Немесе Қисас Әнбиялардан оқысаңыз көріп қаламыз оның ішінен. Ал енді бұлар ақидада сыналмаған, бірақ сопылыққа қойылатын талап не? Иснат, силсила, яғни шынжыр, қатаң, яғни тізбе шежіре қатал болу керек. Енді біздегі қазақ даласында негізгі екі тариқат болған. Біреу Яссауия тариқаты, біреу Нақшбандия тариқаты. Қазақ хандарының заманында бізде Нақшбандия тариқаты белең ала бастаған, күшке ие бола бастаған. Қасым хан көбіне, Қасым хан да, Тәуекел хан да, одан кейінгі ірі хандар да барлығы Нақшбанди шейхтарына көп құрмет көрсетіп отырған. Енді белгілі бір шекаралас жерлерде Шазилия тариқатының ықпалдары болған кездері болған, бірақ ең негізгі екі тариқат. Енді Яссауия тариқаты 16-17 ғасырда түгел өзінің әлсіздігіменен, тіпті Абайдың кезінде де кейбір элементтер болған, яғни Хухай деген сияқты зікірлері бар. Ал Нақшбандия тариқаты күні кешеге дейін сақталып келген қазақтың далаларында. Енді әлі күнге дейін оның жалауын көтерушілер бар. Бірақ біз олардың енді иснадын, силсиласын анық зерттемегесін білмейміз. Ол жаға өзіме тарихшы ретінде қараңғы. Бірақ құрмет көрсетеміз. Олар да бауырларымыз ғой. Олар да ақидадан я болмаса басқа жерлерден қателесіп кетіп жатқан жоқ деп ойлаймын. Бірақ иснадын, силсиласын қарау керек енді. Ол кездегі сопылардың қазір. Енді бірақ қазіргі сопы бауырларымызға осы арадан енді мен мүмкін айтуым заңсыз, мүмкін қате шығар, бірақ мен қарапайым мұсылман ретінде, егер мені сопылық тариқаттарға шақырса, мен қызығатындай дүние болу керек қой сопылық тариқат. Олар да радикал болатын болса, радикалға радикал, дәлеліңе дәлелің, сақалыма сақалым, таяғыңа таяғым деп. Олар да жаңағы кейбір бір радикал топтарға радикалдық көрсетіп, басынан ұрамыз бәрінің деп, сондай бір ашушаң мінездерін көрсететін болса, онда ол ихсанға жата ма, жатпайды ма деген менің кезінде Жүнейд Бағдадидің, Хасан Басридің, я болмаса Бахауиддин Нақшбандилердің пікіріне мен ғана ласпын, мен ғана күнәһармын, қалғанның бәрі жақсы деген сопылардың түсінігіне келе ма, келмей ма деген менде бір сұрақ пайда болады. Сондықтан осы сұрақтардан мен тартынып қаламын. Болмаса тариқаттың шейхтары, әлемде үлкен тариқаттың шейхтары бар, білесіз. Кейбір тіпті оңтүстік Азияда отырған, мысалы Тақи Усмани сияқты шейхтардың біраз тариқаттардан ижазасы бар.
Садық Мұхаммад Юсуф, алла тағала рахметіне алсын, ол кісі де көптеп жақсы пікірлер айтқан тарихат. Түркияда иснадымен силсилесімен сақталған, шежіресімен сақталған тарихат шайхтары бар. Олардың барлығына біз үлкен құрметпенен, махаббатпен қараймыз. Алла разы болсын. Енді соңғы сұрағымыз, дін тарихын зерттеуші ретінде Қазақстандағы діни ахуалға қандай баға берер едіңіз? Yani күніміздегі діни ахуалға. Енді қарап отырсақ, негізі мемлекетіміз әлі жас қой. Жас, мысалы, ағайын туыс жаңадан қалыптасқан республикалардың көбіне тағдырын қарайтын болсаң, тарихын қарайтын болсақ, осындай бір сындарлы кезеңдер болады екен. Мемлекет, мұсылмандар мемлекет емес, конституциямен жүрмеу керек деген, Мысырдың басында да болды, Түркияның басында да өтті. Біз де менімше белгілі бір деңгейде осы дүниелерден жайлап өтіп жатырған сияқтымыз. Сондықтан осындай сындарлы дүние өтеді. Енді мен орташа бағалаймын. Егер жоғары деңгейге жету үшін дін саласы біздің ішкі мектептеріміз даму керек. Сіз жаңа сұхбаттың басында айтқаныңыздай, яғни біздің сұхбаттан тыс әңгімеміз өрбіді осында. Біз кейбір ұстаздарымыз айтқандай, бізге Бұхара, Түркістан медреселерін жандандыру керек. Бұл әрбір мекенге байланысты, мезгілге байланысты пәтуалар соған қарай ыңғайланып шығарылады деген қағидаға бұл анық келеді. Болмаса біздің кейбір бауырларымыз Исламабадтан пәтуа аламын дейді, Меккеден пәтуа аламын дейді. Ыстанбұлдың уақытымен намаз оқып жүрген бауырларымыз. Сауд Арабиясының уақыты сәйкес келмейді деп айт намаздарына келмейтін бауырларымыз. Бұл біздің амырамызды жояды. Сондықтан біз ішкі діни институттарымызды, мектептерімізді жандандыру керекпіз деген ойдамын. Көп рахмет ұстаз жауабыңызға. Енді соңғы бір өтінішіміз, осымен сұхбатымызды тамамдайық. Біздің көрермендерімізге, оқырмандарымызға бір айтар кеңесіңіз болса. Білім ең бірінші. Абай атамыз айтады ғой, білімсіз қылған ғибадат тамырсыз терекпен теңде. Тамырсыз ағаш, тамырсыз теректі білесіз, ол жел соқса құлап қалады, шіріп оны құрт құмырсқаның бәрі жейді деген сияқты. Ал тамыры терең ағашты ешкім жұлып әкете алмайды, емен ағаштары. Сол сияқты. Оның былай діңгегін кесіп алсаң да, яғни кез келген бұтағын кесіп алсаң да діңгегі тамыры қалады. Сол сияқты білім терең, ғибадат қылсақ, біліммен ғибадат қылса екен, ал білімге талпынса екен, тек қана оқу білім ғана құтқаратынын, Абырай Алтынсарин айтқандай, оқу білім ғана құтқаратынын есте сақтау керек әрдайым. Осы. Көп рахмет. Осымен сұхбатымыз тамам. Алла разы болсын ұстаз. Шақыртуымызды қабыл етіп, алтын уақытыңызбен бөлісіп, құнды ақпараттармен бөліскен үшін көп рахмет.